Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. Бүгінгі видео сабақта біз осы Инстаграмдағы бір маңызды дүниелердің бірімен туралы айтатын боламыз. Ол коммерциялық аккаунттар мен боттардан Инстаграмда қалай құтылуға болады және оның қандай маңызы бар деген тақырып. Алдыңғы осы бір пост жазған болатынмын. Сол постта мысалға мен қажет емес аккаунттардың мүлде шығарып тастау керек деген болатынмын. Ал сол кезде астына пікірге біраз адам жазған, немесе және біраз адам хабарлама түрінде де сұрады. Және көбі мысалға коммерциялық аккаунттарды қалай анықтауға болады, яғни боттар немесе боттарды, және одан қалай құтылуға болады деген сияқты. Бүгінгі видеода мен толыққанды сол туралы айта кетейін. Енді коммерциялық аккаунттар мен боттар дегеніміз не? Жаңадан бастаушылар болса, бұны түсінбеуі мүмкін да. Сондықтан оны айта кетейін. Боттар дегеніміз автомат түрде белгілі бір программалардың көмегі арқылы ашылған аккаунттар. Мысалға біреу бір программа жазады, сол программаның көмегі арқылы сағатына мыңдаған аккаунт ашады, сол белгілі бір адамға подписка жасай береді. Ал өзге кезегінде ол ешкімге лайк баспайды, жазылғанның өзінде не комментарий жазбайды, тек қана көшеде тұрған мысалға жансыз мүсін сияқты да, ол қозғалмайды, жай ғана тұрады. Боттарды сонымен салыстыруға болады. Ал енді коммерциялық аккаунттар дегеніміз мысалға тауар сататын аккаунттар, тауар сатумен айналысатын немесе қызмет түрімен, немесе белгілі бір компанияның жеке аккаунты. Енді олар боттар емес, бірақ дегенмен көптеген сондай парақшаларда 5000 адамға подписка жасап тастайды, өздері 7000 адамға дейін подписка жасайды. Ал соның ішінде бір сіздің шығарған постыңызды көру ықтималдылығы өте төмен, және сізге лайк баспайды, не комментарий жазбайды. Сондықтан ондай парақшалардың мүлде қажеті жоқ. Әсіресе жеке парақшаңыз болатын болса, немесе басқа контенттік жобаңыз болатын болса. Енді бұл егер сіз мысалға қазір боттар мен коммерциялық аккаунттардың Инстаграмда парақшаңызға үлкен зияны барын түсінбей тұрған болсаңыз, онда демек SMM маркетинг саласында біліміңіз сәл төмендеу деп есептейік. Енді мысалға егер менде мысалға қазір 4000-ға жуық, жарайды 5000-ға дейінші 5000-ға жуық подписчик бар, мысалы соның ішінде біразы боттар бар, соның ішінде коммерциялық аккаунттар бар, және соның кесірінен менде белсенділік төмен болады. Мысалға менде тек қана 13 лайк бар мына жерде, және бір комментарий жазған. Және мына жерде мен құрбысқа ұят болмасын деп 3 сағат бұрын фото салып жібердім, мына жерде жарқ еткізіп түсіріп. Бұл жерде енді белсенділік менде төмен. Енді мен не үшін белсенділік менде төмен екен білемін. Себебі мен Инстаграмға жалпы сағат сайын фото салатындай бір ауруым жоқ. Мен тек қана арасында салуым мүмкін, оның үстіне бір-екі күннен кейін оны кетіріп тастаймын да. Инстаграмды жалпы мен фото бөлісу үшін өте сондай сирек қолданамын. Тек қана өзім подписка жасаған бір-екі адам бар, арасында кіремін, мысалы соны қарап отырамын. Мендегі белсенділік төмен болу себебі менде пост салмаймын. Менде ұзақ уақыт бойы, тіпті 3-4 ай болған шығар менде ештеңе салмағаныма. Бірақ менде есесіне контенттік жоба, бұл жерде белсенділік өте жақсы. Енді бұны алдағы бірнеше минуттан кейін айтатын боламын. Енді бұның ішінен бізде мысалға 5000 подписчик бар. Соның ішінен біз коммерциялық аккаунттарды немесе боттарды қалай анықтаймыз, соны айта кетейін. Енді коммерциялық аккаунттарды ажырату сәл оңайлау. Мысалы алатын болсақ, парақшаның негізгі аты мысалға адамның аты емес, мысалға шоп бірдеңе, менс шоп, бейнеу, менс шоп ақтау, немесе шоп KZ анау мынау деген сияқты аккаунттар болатын болса, мынау коммерциялық аккаунттар. Соның ішіне мысалға қызық болсын бір кіріп қараңыз, сол кезде мына жерде подписка деген бөлімінде бір минимум 2000-3000 адам тұрады. Яғни 2000-3000 адамға подписка жасаған, оның сізге лайк басу немесе комментарий жазу екі талай да. Егер әрине сіз танитын адам болмаса. Сондықтан оған парақшасына барасыз да, подписчиктер тізімінен шығарып тастау үшін оны заблокировать етесіз, одан кейін қайтадан разблокировать етесіз. Сол кезде мына жерде подписчиктер тізімінен жоғалып кетеді. Ал енді боттарды қалай анықтауға болады? Оны жалпы белгілі бір формуласы жоқ, бірақ енді кейбір сервистер бар, бірақ олардың жұмыс істеу принципі бірдей. Мен өзім программист болғасын оны жақсы түсінемін. Мысалы алатын болсақ, егер бот емес блоктап тастауға болады. Мысалға сіз подписчиктер тізіміне өтесіз, сол кезде сол адамның парақшасын ашасыз, кез келген сіздің подписчигіңізде тұрған, сол кезде мына жерде подписка деген бөлімі мысалға 1000 адамға жазылған болса, сіздің постыңыздың көру ықтималдылығы, мысалға сіздің постыңызды көру ықтималдылығы өте төмен. Сондықтан оны жаңағыдай подписчиктер тізімінен шығарып тастайсыз. Ал оны қалай шығару керек екенін білесіз, жай ғана парақшасына өтесіз, заблокировать етесіз, одан қайтадан разблокировать. Сол кезде подписчиктер тізімінен шығып кетесіз, және блокталғандар тізімінде де тұрмайды деген сөз.
Ал егер подписки бөлімінде тек қана мен сияқты мысалы 13 адам, 20 адам, 50 адам, 100 адам жарайды, бір максимум 300-ге дейін болатын болса, онда тұра беруіне болады. Яғни сіздің постыңызды көру мүмкін. Жарайды, 500-ге дейін жарайды. Ал егер одан жоғары болатын болса, онда көру ықтималдығы төмен, бірден блоктап және шығарып тастауға болады. Бірақ мынадай сұрақ туындайды. Егер сізде мысалға 150 мың подписчик болатын болса, сіз 50 мыңның әрқайсысына кіре алмайсыз. Сондықтан оған арналған арнайы сервистер бар. Мен келесі сабақта ол сервиспен қалай жұмыс жасау керектігін көрсетемін. Бір өте керемет сервис бар. Енді ондай сервистер өте көп, бірақ мен өзім ұсынатын бір сервисті келесі сабақта көрсетемін. Бірақ әзірше мен арнайы Zengram деп аталатын сервисті қолданып көрдім. Оған сілтеме осы видеоның астында. Енді бірақ осы видеоны қарап отырғандардың ішінде жаңадан бастаушылар болатын болса, мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Мысалға менде подписчик саны өте жоғары. Неге мен оны подписчиктер тізімінен мысалға алып тастап, керісінше мен подписчиктер тізімін азайтуым керек? Бұл маған зиян емес пе деген сияқты. Бұл өте сондай қате пікір. Мысалға менде қазір Ислам медиа деген контенттік жоба бар. Бұл контенттік жобада қазір 50 мыңдай адам жиналған. Почти енді айына бір 10 мың адамдай жиналады. Мысалы кеше 48 мыңдай болды, бір күнде 700 адамдай жиналды. Бүгін өте жақсы нәтиже. Енді мысалға бұл жерде менде алдында бір 21 мың болған кезде мен 4 мың подписчикті жойып жібердім осы жерден. Себебі ол боттар болды, көбі коммерциялық аккаунттар. Одан кейін белсенділік әрине жақсы болады. Бірақ не үшін? Не үшін деген сұрақ туындайды. Егер мен подписчиктерді жоятын болсам, не үшін ол белсенділік жоғарылайды деген сұрақ туындайды. Және подписчиктер санын азайтудың не керегі бар деген мысалға миын ашытуы мүмкін кейбіреулер осы видеоны қарап отырғандардың ішінде. Сондықтан айта кетейін, Инстаграмда умный лента деген бар, яғни ақылды лента. Ол қалай жұмыс жасайды? Ол мысалға былай жұмыс жасайды. Мысалға менде 5000 подписчик бар ма? Мен бір пост салдым. Мысалға мынандай пост салдым. Енді ол постты ол 50 мыңның бәріне көрсетпейді. Бірінші 100 адамға көрсетеді, мысалға белгілі процентіне, мысалы 10%-не болса, бір 500 адамға көрсетеді. Егер сол 500 адам лайк басып, комментарий жазып, белсенділік танытатын болса, қалған тағы бір белгілі процентіне көрсетеді. Одан кейін оларда сондай белсенді болып жатса, тағы бір процентіне көрсетеді. Егер осындай белсенділік болатын болса, ол да сізде лайк та жақсы болады, комментарий де жақсы болады. Комментарий де жақсы болады деген сөз. Ал егер енді есептейік, егер сізде мысалға 5000 подписчик бар, бірақ оның 3000-ға боттар, коммерциялық аккаунттар болатын болса, және алғашқы көрсеткен 100 адамда сондай коммерциялық аккаунттар, боттар болатын болса, онда сіздің постыңызға ешкім лайк баспайды, ешкім комментарий жазбайды. Ал бұндай жағдайда белсенділік өте төмен. Сондықтан не болады? Әрине, ешкім сіздің постыңызды көрмейді. Егер тауар сатумен айналысатын болсаңыз, тауарыңыздың жарнамасын көрмейді деген сияқты мысал айтатын болсақ, немесе видео салған болсаңыз, видеоңызды ешкім қарамайды, лайк баспайды, не комментарий жазбайды. Әрине, бұл өте жаман эффект. Сондықтан менің айтып отырғаным, бұл өте маңызды дүниелердің бірі, мына подписчиктер тізіміндегі боттар мен коммерциялық аккаунттарды жойып тастау керек. Мысалға менде мынада пока тазалаған жоқпын, бір рет тазаладым, енді тағы да бір 60 мың болған кезде тағы да мен очистка жүргіземін. Сол кезде белсенділік менде одан сайын жақсы болады деген сөз. Енді бұны мынадай жағдаймен салыстыруға болады. Мысалға кезінде қарапайым тілмен айтайын, мен мысалға кезінде осы Америкада Yellowstone деген саябақ бар. Именно қай жыл екен білмедім, бірақ кезінде сол Yellowstone саябағында мысалға киіктер болды, сол киіктердің саны азайып кетті. Енді не үшін азайғанда, табиғи әсер, бірақ сол кезде ғалымдар мынадай шешім қабылдайды. Сол азайып жатқан киіктердің қасына бір қасқырларды жіберейік деген. Яғни қасқырларды жібереді, бірақ бұл жерде түсініксіз жағдай бар да. Егер қасқыр жіберетін болса, олар киіктердің санын жеп, одан сайын азайтып жіберу мүмкін негізі. Кез келген адам солай ойлайды. Бірақ керісінше біраз уақыттан кейін қараса, олардың саны көбейіп кеткен да. Неге деп қараса, себебі жаңа қасқырлар тек қана ішіндегі ауруларын, сырқауларын, сосын жаңа кәрі, одан кейін сол сияқты бір олардың көбеюіне кері әсер ететіндерін ғана жеп, олардың жалпы санын одан сайын көбейтіп жіберген. Яғни бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Енді былай қарайтын болса, бұның Инстаграмға түк қатысы жоқ сияқты болып көрінеді, бірақ Инстаграмға тікелей қатысы бар. Яғни жаңағы боттарды, коммерциялық аккаунттардың бәрі жаңағы ауру, содан кейін кәрі киіктермен салыстыруға болады. Ол керісінше мына парақшаның дамуына кері әсер етеді. Сондықтан оларды міндетті түрде өзіміз шығарып тастауымыз керек.
және блоктап отыруымыз керек. Ал енді жаңа айтқанымдай оны қалай автомат түрде жүзеге асыруға болады, мен оны келесі видеода айтатын боламын. Жалпы егер бұл видеодан пайдалы ақпарат алған болсаңыз, онда каналға жазылыңыз, және алдағы уақытта SMM-ға қатысты біраз пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, онда Instagram-ға қатысты немесе басқа да сұрақтар болатын болса, осы пікірге жазып қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, және әлеуметтік желілерде төменде ВКонтактіде бөлісуге арналған арнайы сілтеме бар, соны басып әлеуметтік желілерде бөліссеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ертай Қуанышев. Келесі видео сабақтарда кездескенше.